Мындай ситуациялар боюнча мен өзүм достарыма, таныстарыма және окурмандарга айтатын кеңестеримди айтайын. Мындай проблемамды кабарлашат адамдар. Жаңағы бір жақта тұр едім, көлік табылып тұр, бағасы әдемі, банкте кредиті бар екен, соған генеральный доверенность салып, ақшаны төлеп тастап кетсем қолхатпен. Сосын ол ертең барып банкке ақшасын төлеп, аресін снимать еткен соң маған хабарлайды, мен сөзден кейін аударып ала аламын ба дейді. Мұндайда не істеймін дейді. Мен мұндай кезде әрқашан айтатын, басқа вариант іздеу керек деймін. Ал енді одан басқа вариант ұнамай, көңілге басқалар толмайтын болса, онда басқаларына көңіл толмайтын болса, онда кәдімгідей қасында қалып адамның асықпай, ақшаны ол адам қолына ұстатпай. Негізі бұндай жағдайда бірінші кезекте алдын ала келісімдер жасап алу керек. Осындай көлікті осындай бағаға сатуға келістік, оның осындай банктегі тыйымы бар, немесе кредиті бар, соны төлеп ашып, содан кейін барып, жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы болсын, жалпы сатып алу шартты жасаймын деп, негізгі сондай алдын ала шарт жасалу керек негізінде. Содан кейін барып жаңағы адам өзі қасында жүріп, дүйсенбі күні делік, маған көбіне жексенбі, сенбі күндері хабарласады, барып банкке ақшаны салып, қарыз жоқ деген анықтаманы алып, мүлікті тиымнан босатуға болады деген анықтаманы алып, сөйтіп алып, содан кейін ғана барып, жаңағы сатып алу шартын жасап, анау мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, көлікті аударып алу керек. Басқаша жағдайда оған келісуге болмайды. Мұның өзінде тағы да бір қызықтары болуы мүмкін. Ақшаны төледің, алдың, бардың, сөйтсең тағы басқа жағынан да тиымдары болуы мүмкін. Сондықтан алдын ала тексеріп алған дұрыс. Неден болып тұр, аресттер бар ма, жоқ па, ЖСН-мен, борышкерлер тізімінен адамды қарап жіберу керек. Алимент, кредит, тағы да өзгедей бір борыштары бойынша қарыздар болатын болса, ол да келіп жаңа мүлікке тыйым болып жатып алуы мүмкін. Осындай проблемалардың алдын алу мақсатында мен негізі әрқашан айтатын, мұндай нелерден қашып жүріңдер деп. Басқасын алыңдар, басқа вариант іздеңдер деп айтамын. Осындай ситуациялар болатын болса, осы кеңесті тыңдаңыздар. Нақтырақ кеңес керек болатын болса, онда бізге хабарласыңыздар, егжей-тегжейлі жауап аласыздар ағайын.